бір үлкен жақсылық келе жатыр. Үлкен жақсылық келе жатыр. Аса үлкен жақсылық келе жатыр. Бірақ қазақтар бір нәрсені есте сақтаңдаршы. Құдай тағала жақсылықты сол жақсылыққа лайық қауымға береді. Даношшы болмаңдар. Бәлеқор, жалақор болмаңдар. Бәлеқор, жалақорлар тарихта мәңгі бақи қара бет боласыңдар. Біреуге кілдей, титтей, киттей жамандық істесең ұрпағыңнан тартасың. Міне, әлемдік бір жүйе қайтадан тас-талқан болып, дүние қайтадан бір жақсылыққа қарай жылжып келе жатыр. Ал сол кезде сол жақсылыққа қарай лайықты қауым болайық. Анау бізге терісте етіліп, жаңа діни фанаттар аздырып, бұздырып, неше түрлі 1000 жылдан бері неше түрлі патшалық, қалипалықтарға қарай бұрмалаған өтірік діннен азат болыңдар. Ал енді сонда біреусі бар. Неге сен жарайды, мақұл өлеңін сөйлеуің жарайды. Арзан миллион өлеңнің біреусі. Неге арыз жаздың деп сұрасыншы. Айта алмайды. Ал енді қара, ең сөзіңнің төшкесін айтам. Төшкесін. Арыз жазбадым деп ол сақтала алмайды. Сақтала алмайды. Арыз жазбадым десе Серікжан Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің сотқа береді. Сендер арыз жазбаған адамды арыз жазды деп, куәгер болмаған адам сотқа куәгер деп мені 7 жыл. Мен сотталған адаммын 7 жыл. Сонымен Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті және оның төрағасы Кәрім Мәсімов қылмысты болады. Яғни олар жауапты болған адамдар ұлттық қауіпсіздік комитеті арыз жазбаған Шахановты арыз жазды деп, ол куәгер болмаймын десе де куәгер қылған үшін Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті және оның лауазымды тұлғалары халықаралық сотқа. Соттан Шаханов мен арыз жазбадым, куәгер болмадым деп айтады. Ал, мен арыз жаздым, мен және Серікжан 7 жыл сотталуда куәгер болдым деп оны да айтады. Себебі халық бетіне, қазақ бетіне. Серікжан анаумен қыз зорлаған жоқпын, ешкімнің қатынның қойнынан шыққан жоқпын, өз қатынымнан басқа қатынға қарамайын да, жоламайын да, қаншама тоқал келсе де жоламайын, киімді жіберіп құдайын жіберді. Ешкімнің қақысын аттаған жоқпын. Мен тек сендер қылыш ұстап тура жолыма тұрдың ба, болды, аямайын. Тау келсе сүзем, тас келсе шайнаймын. Маған тек ұлттық мүдде керек. Ұлттық мүдде жолында мен бір қарыннан шығып, бір емшеген сенде, сен менің ұлттық мүддемде, сен маған қарсы болдың ба, бітті, жыртамын, айырамын, жаңа шамам жеткенше құртуға тырысамын. Мен Қытаймен алыстым, бітті, жолымда тұрма. Қытаймен алыстым, бол, жолымда тұрма. Қазақта Қытайдың экспансиясын қарсы тұрып, жолымда тұрма. Бұл жолда сен менің жет әкем болсаң да, мен сені танымаймын. Маған ұлттық мүдде керек, ұлттық намыс керек. Ал енді сонымен Шаханов не арыз жаздым деп айта алмайды, қазақ бетіне түкіреді. Не арыз жазбадым деп айта алмайды, себебі арыз жазбадым десе мен халықаралық сотқа Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетін сотқа бере салам. Шетелдегі Қазақстанның елшіліктерін сотқа бере салам. Қазақстан үкіметі ресми түрде жауап берсін деп талап қылам. Содан Қазақстанның үкіметі қайтеді, иә, Шахановтың арыз жазғаны үшін қолы үшін, міне видеосы, міне қол жазбасы деп олар өздерін ақтау үшін Шахановты сатады. Сонымен бейшара Шаханов қайтып отыр. Жаздым деп те айта алмай, жазбадым деп те айта алмай, өтірік алжыған болып отыр баяғы. Өтіріктен алжып, баяғы журналистер келсе ойпыл-тойпыл сөйлеп. Оған ана нұр тілшілер, Нұр Азаттықтың нұр тілшілері, немесе тағы басқа да қалың нұр тілшілер қайтеді. Олар қайтады, барма жазбайсың дейді. Неге? Бұл өте кілтең тақырып, өте қиын. Былай тартса өгіз өледі, былай тартса арбасынады. Алай істесе де болмайды, былай істесе де болмайды. Кім лайық басады? Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай-ақ қоямын, өздерің біліңдер. Ассалаумағалейкум көпшілік. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Мынау Американың Тексас штатында жаңбыр дегеніңіз құйып тұр міне. Найзағай жарқылдап. Иә, дүние алай-дүлей болып тұр. Табиғат қалай, адамның өмірде солай. Бүгін күн ыстық, ертең күн суық болады. Кеше күн қағыр, бүгін жаңбыр жауады. Қазақ қоғамы да солай. Назарбаевтың 30 жылдық режимінде тасталқан болып құлады. Оның алдында Советтің қылышынан қан тамған орыстың, қызыл орыстың, құдайсыз орыстың заманы да аяқтаған болатын. Міне мәңгі құламастай болған, өзін перғауын сезінген адамнан құдай жасаған Назарбаевтың өзі әулетімен қосып тасталқан болды. Ол қазақтың арқасында, халықтың ұйымдасуының арқасында.
Аман болайық қалың елім қазағым. Мынау Тоқаевтың Назарбаевтан қалған жүйені жалғастыруына жол бермейік. Мынау Тоқаев Назарбаевтың өзі. Назарбаев сайтан Тоқаев болып құбылып келіп, билік ұстап отырмақшы. Баспасөздің жазуынша Назарбаев қазір Біріккен Араб Әмірліктерінен $1 миллиард азаматтық сатып алыпты. Міне, баяғыда қазақты Кувейт жасаймын, ойбай қазақты Дубай жасаймын, мына Ақтаудың портын Дубайдың порты сияқты қыламын деп еді. Ақыры Қазақстанды Дубай жасаған жоқ, жасай алмады емес, жасағысы келген жоқ. Ол анау арабтың байлары сияқты өзі де іріп-шіріп байып, халқында байытайын деген ындыны болған жоқ. 15-не дейін қарды тойып тамақ ішпеген, өзі өмір бойы өзінің жаттың тұқым екенін білетін қазаққа деген өшпенділігі ересен бұл шірік ең соңында қазақты өстіп қайыршылатып, бүкіл дүние жүзіндегі ең құрыған, ең бақытсыз, ең сорлы қауымға айналдырды. Әне, ақыры өзі сол арабтан бар $1 миллиард азаматтық сатып алыпты. Америкаға барудан қорқады, бір күні сот болады деп. Еуропаға барғаннан қорқады, сотқа шақырып ақшамды алады, түрмеге тығып еркіндігімді алады деп. Сол өзі сияқты диктатор арабтарға барып, қордаған жырдаған ақшасының бір бөлігін беріп, енді итшілеп кісі босағасында күн көріп өмірін өткізбекші. Иттің күні одан жақсы шығар. Кем дегенде ит өзінің иесіне адал болады, түнімен қорасын күзеді, арпылдап үріп ит екендігін дәлелдейді. Кем дегенде сүйек кеміріп жуын дишсе де адал еңбегімен табады. Ал Назарбаевтың тапқан әрбір тиыны қазақтың қаны мен тері, қазақ халқын сүліктей сорған нағыз жеті басты жалмауыз болды. Енді осы Назарбаев қазір кетіп қапты, ойбай Назарбаев жоқ екен деп ойламаңыздар. Назарбаев пен Тоқаев бір. Назарбаев пен Тоқаевтың ындыны да, жоспары да, барлығы да бір. Мынау Тоқаевтың ендігі өтіріктеріне, өтірік саяси реформаларына алданып, алдағы 20-30 жылдарыңызды тағы да қорлықта өткізіп алмаңыздар. Тоқаевты қашан тасталқан қыласыздар, сонда азаттыққа шығасыздар. Аман болайық, қалың елім қазағым. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Міне сол жазған арыз бар. Міне көрдіңіз ба? Ал енді. Сөйтіп жаңа 4 маймыл ашылып қалды. Ал ең сұмдық ашылып қалған кім болды? 19 жылы ашылу басталды. 19 жылы Америка мен Еуропа қысқанда, осығанға дейін Совет одағынан бері бет ашылмай келген Мұхтар Шаханов ашылды ғой. Мұхтар Шаханов ашылды міне. Неге? Ол кезде де анау Совет кезінен ауылда Чымкентте депутат болған. Совет кезінде Москвада депутат болды. Москвада депутат болатын адам кім ол? Кім Москвада депутат болады? Ол Совет коммунистік партиясына жаққан адам депутат болады. Бір ауыз сөздің жартысын сен компартияға қарсы күдік келтіріп айтып көрші. Бітті, мәңгі бақи сен Шымкентіңнен аттап баспайсың. Яғни Советке әбден жаққан, Советке ұнаған. Сөйтіп Совет одағының депутаты болып Москвада жүрген 1986 жылы 16-17 желтоқсанда қазақтар желтоқсан алаңында Алматыда қынадай қырылып жатқанда Москвада қалаулайым деп жыргешін өткізген Орыс компартиясының, Совет компартиясының сүйікті құлы, сүйкімді құлы, аяулы депутаты, таңдаулы мансаптысы болған адам. Неге Мұхтар Шаханов ағамыз сізге деген наразылық хатын жолдады? Бір нәрсені түсіндірейін бауырым. Мұхтар Шаханов ағамызды көп ел ойлайды, жаңа көп жазған, Серікжан Біләшұлының үстінен жазған хаттарды жазды дейді. Біреулер ақтайды, ол хатқа ол кісі қол қоймады дейді. Себебі Қазақстанда қол қойдым, қол қоймадым дейтін дау көп қой. Тіпті ақиреттен келген хаттар да бар. Өліп қалған Расул Ғамзатов та қол қойып жіберді ғой бір ашық хатқа. Бәріміз білеміз. Онда өліп қалған адам артынан қол қоя салған. Бұл мәңгі анықталмайды. Жарайды, оны елемейік. Бірақ бір фактын айтамын. Мына менің үстімнен қозғалған қылмыстық іс 5 том кітап болды. Мен адвокатым, сол кездегі адвокатым Айман Омарова сол 5 том кітапты көтере алмай мына
кіндігінен иегіне дейін болды. Сосын Атажұрттың Астанадағы бөлімшесінің бастығы Меллатхан Айтқали көтеріп шықты. А4 қағаздан 2 қорап болды. Сол менің қылмыстық ісімде жаңылмасам 7 куәгер бар ғой деймін. 7 куәгер болды. Сол 7 куәгердің біріншісі Мұхтар Шаханов. Ал қандай адам ең соңғы мені 7 жылға соттайтын қылмыстық істе куәгер болады? Біріншісі полицияға арыз жазған. Екіншісі прокурордың тексеруінен өткен. Үшіншісі менікі ұлттық қауіпсіздікке қатысты, ұлттық қауіпсіздікте бәле мәрте сұрақ алып жауап алған. Төртіншісі судья жаңа куәгерлерді қабылдайды. 10 куәгер болса мүмкін 3-ін алады деген сияқты. Сол судьяның қабылдауынан өткен куәгер Мұхтар Шаханов. Ол менің қылмыстық іс деломда бар. Және бірі 2019 жылдың 29 күні Астана қаласында менің соңғы сотымнан бұрынғы сотым болды. Яғни артынан сарағанда екінші сот болды. 2019 жылдың 29 шілдесі Астана қаласының сотта болды. Сол сотта Айман Омарова жариялады. Серікжанға қарсы куәгерлердің ішінде Мұхтар Шаханов бар деді. Қазтак деген сайтта тұр. Айман жариялады, Мұхтар Шаханов куәгер деді. Кім куәгер? Мұхтар Шаханов куәгер, Ұларбек Дәли Абзалдың досы куәгер, Ұларбек Дәли Байтайлақ. Серік Мұратхан, интернеттегі Серік Керей куәгер, Қазақ Таймстағы журналист Қойшыбек Мұбарак куәгер, тағы бір топ адам куәгер. Басында Мұхтар Шаханов. Ал қазіргі Қазақстан Республикасының қылмыстық істер заңын білетін кез келген адам, мысалы сен кез келген біреуге арыз жаздың, куәгерлік сатыға бару үшін бірінші полиция тергейді. Полицияның сұрақ жауабында қазір жазбаша бір жауап алады ғой. Қазіргі мына электроникалық дәуірде ертең кезде мәжбүрледі айтты бітті емес деп қазір ұялы телефонмен түсіреді және оны полицияның базасында сақтайды. Мысалы өткенде ғана біздің үстімізден қозғалған 2 қылмыстық іс қозғалды. 2 қылмыстық істе де тергелгенде жазбаша сұрақ жауабына жазбаша жауап бердік. Екіншісі бізді бір марта видеоға түсірді. Біздің басымыздан өтті. Мына жігіттердің бәрі сөйтті. Демек Мұхтар Шаханов осы процестердің бәрінен өтіп, ең соңында Серікжанды сотта көзін шұқып тұрып, 7 жылға соттатып жіберетін соттағы бірінші куәгер Мұхтар Шаханов болды. Мен жарияладым. Мұхтар Шаханов менің үстімнен арыз жазған ғана емес. Ол мені көзіме шұқып тұрып 7 жылға соттататын соттағы бірінші куәгер болды. Енді парадокс. Соңғы сот болды. Августтың 15 Алматыға алып келдім. Аса қауіпті қылмыскер ретінде арнайы ұшақта арнайы полицейлермен келдім Алматыға. Өте қауіпті қылмыскермін ғой мен енді. Бүкіл жер шарындағы. Сөйтіп келдік. 16 август күні сот болды. Енді мен күтіп отырмын. Себебі бүкіл қылмыстық іспен танысып отырмын. Енді ойладым енді өмірімде бір рет па 2 рет көрдім Шахановты. Енді 3-ші мәрте сотта көретін болды. Енді көз алдымда елестетіп отырмын. Шаханов ағам ұлтшым, халқым деген өлеңдерін оқығандағы эмоциясы көз алдымда тұрды енді. Біз деген енді қайда? Менің өзім сен сияқты бозбала кезімде ол кісінің өлеңін жатқа білем. Мен кем дегенде 20 өлеңін жатқа білем деп айтқан баяғыда. Өстіп отырып, эмоциямен өстіп отырып мені оңбаған Серікжан, халқымның атынан мен сені соттаймын деп тұрып айтам екен деп көз алдыма ақын атам ғой, ақын ағам сөйтіп ұлтым, халқым үшін 7 жылға соттаймын деп өстіп бір өлең айтам екен, жоқ қара сөзбен айтам екен деп отырмын да. Қалай айтты сөзді? Қызық парадокс. Осы жерін жасырып айтпай қойайын ба, айтайын ба? Айтыңызшы. Эксклюзив болсын. Эксклюзив, сот болды. Шаханов келсе сәлем берем деп рухани дайындалдым. Айман Омарова келді, қарулы күзет бүкіл. Қайсы аудандық сот еді? Ол түсінікті, бағана Шахановты айтыңызшы, Мұхтар ағамыз. Шаханов келмейді. Келмеді. Келген жоқ. Неге? Сыртта 5-6 мың адам тұр, айғайлап бостандық деп. Қасым-Жомарт Тоқаевтың кеңесшісі Мақсат Исқақов келді. Мен негізі сотқа Мақсат Исқақов өз үйден алып кетті. Мен полицейлер келген жоқ сотқа. Соң сот болды. Мен айыптаушы прокурор, фамилиясы есімде жоқ, бәрі қағазда тұр ғой. Өтініш деді судьяға. Соттың кәдімгі процестері болды. Бұл жеке адамдардың өмірі менен намысына қауіп төніп тұрғандықтан куәгерлердің. Сондықтан сот жабық өтсін деген талап қоям деді. Прокурор бірден сөйтіп айтты.
Яғни маған қарсы куәгерлер бар ғой, жаңағы Серік Мұратхан Серіккерей, Оларбек Дәлейбайтайлақ, жаңағы кім еді? Қойшыбек. Бірақ тағы Мұхтар Шахан, солардың өміріне қауіп төніп тұр екен да. Демек келмеді Мұхтар ағамыз. Сөйтіп судья айтты, ол туралы дәлел бар ма деді. Дәлел бар, оны компакт дискіге сізге берді дейді. О қандай дәлел, оны тергегенде тексерген де жоқ. Бірден судья алды да сот жабық өтсін деді. Сіздің сотталғаныңызды, демек 7 жылға кеткеніңізді немесе одан жоғары жылға Мұхтар ағамыз қалап отыр, Егер ол қаламаса, соттағы ең соңғы куәгерлікке ол қалай барады? Түсінікті. Сіз 10 жылды арқалап кеткеніңізде, темір торда жатқанда, Мұхтар ағамызға қандай бір назыңыз болар еді, айтады? Мен ол кісіні қимаймын әлі. Әлі қимайсыз. Кейде көзіме жас келеді. Қазір де жас келіп отыр ғой. Жас келіп отыр. Неге? Бір жылайын деп отырсыз қазір. Ол кісіні арандатты деп ойлаймын. Тіпті ертең ол кісі енді кетеді ғой. Кім ерте кетеді? Біз кетерміз. Мысалы, не ол кісі кетеді? Бәріміз кетеміз ғой бүтін ертең. Ертеңгі қазақтың баласына бір сол кісі бір керемет ұлтты жалынды өлеңдерімен, анау шоу сияқты бүкіл халыққа алқаған керемет сондай бір қазақтың ұлттық рухымен тіл үшін күрескен, ерлікті, батырлықты дәріптеген рухымен сол күйі қалып қалсашы. Мен болашақ ұрпақ ой жаңа эраның 19-20 жыл қазақтың сиқы осы екен ғой деп айтады деп, және ол кісінің бүкіл сондай бір ерлікке, батырлыққа толы өмірінде жығылмайтын жерден жығылып, сүрінбейтін жерден сүрініп, бүкіл адамзат, бүкіл Еуропа, бүкіл демократиялық әлем, бүкіл Америка қарсы тұрған Қытай фашизміне қарсы күрескен Серікжан Біләшұлын соттатуға куәгер болған үшін мен ол кісіні қатты қимаймын сондай жамандыққа. Енді камераға қаншалықты көрініп отқанын білмеймін, бірақ менің өзіме қазір көзіңіз кәдімгідей анау бір боталардың көздері боздайды ғой, дәл сондай. Бір әрең отсыз. Ішіңізде бір айтатын бір айтып, не болса да бір айтып кетейінші бір. Сондай бір көзіңізге бір енді міне. Бір-екі сөз айтсам қазір мөлдеп жылайын деп отсыз. Мен екі түрлі жағдайда жыладым. Бірі Қытайда нақақ сотталған қазақтардың осы бала-шағасы келіп қасыма келіп арыз береді. Мен соны ағылшын тіліне, қытай тіліне, тағы басқа шетел тілдерін аударамын. Сонда не бір сұмдық оқиғаларды естисің. Оның бәрі міне ютубте тұр. Әлемдегі ақпаратқа кетті. Сосын екінші мәрте мына өзім 7 жылға сотталып шыққаннан кейін 2020 жылдың жаңа жылынан бастап қайта іске кірістік. Сол кезде мына әлемдік қауіптастыққа құпия дерек беретін методиканы ойлап таптық. Себебі лагерден шыққан көптеген қазақтар ашыққа шыққаннан қорқады. Қытайда бала-шағасы бар, бірақ олар бізге құпия сұхбат беріп, біз сөйтіп оны Америкадан келген және Еуропадан келген жаңағы құзырлы мекемелердің зерттеушілермен кезіктірдік. Олар ақпарат емес. Оларға тек факті керек болды, ақпарат қылып жарияламайды. Бізге мәселе бұл істің адамзатта шешілуі ғана керек. Сол кезде соны аударып отырып, еңірейсің. Не бір сойқан, біздің жарияланған дүниелер оның қасында жай нәрсе. Сол кезде жылайсың. Қазағыңа жаның ашып, еңіреп, қорлық көрген қыздар, Қытайдың өктемдігі, қорлығы, әшейін басын шауып өлтіре салған одан әлдеқайда жеңілді. Өктемді қорлық істетіп, мәжбүрлетіп сөйтіп отырған қазақтарды біріне бір қарсы айдап салған сықырданың қайнап, амал жоқ қолыңда, ештеңең жоқ, мүмкіндігің жоқ. Отырасың сол кез. Екіншісі, мен ғана емес, менің туыстарым, менің інілерім. Менің ең қысқасы, ең кенже інім Қытай тілінде оқыған. Ол 11-ді бітіргенше қазақша дұрыс сөйлем жаза алмайтын. Сол Шахановтың өлеңін жаттады ғой.
сол Шахановтың жаңа отырар туралы дастарын жаттады, ерлік батырлық. Сол сөйтіп жүріп қазақша болды, сол сөйтіп жүріп Қазақстанға келді. Сол қазақша білім алып қазір кәдімгі бізден сенен ары бері емес қазақ. Біз қалай жақсы көрдік Шахановты. Пердесін ашасың, сосын енді жұбатқан шығар жуырда. Қайтесіңдер енді. Енді тағы да пәлдешкі жасап тұрамыз ғой, енді бір бизнестеріне көмектесеміз. Ана жерден жаңағы бір-екі жер береміз, енді соны тілім сатып жамбаға тұрасыңдар да енді жаңағы. Болды, бітті. Болды. Мәслихатқа ма бірдеңкеге, бір аудандық бірдеңенің мәслихаты ма бірдеңе орын беріледі, болды сосын. Немесе бір айына бір жаңағы жылан жалақ бірдеңесін жаңағы мысықтың сідігіндей бірдеңе ауыздарына тамызып тұрады, соға мәз әлгі құлдар. Міне. Ал тура осы оқиға 2020 жылғы мен бір рет сотталып шыққаннан кейін екінші жылғы Даностың сиқосы ашылып қалды. Данос өмір бойы ашылмайтын еді. Америкадан қорыққаннан ашылды. Америка дегенде, Серікжан Америка барды дегенде, жаңа қалың Совет кезінен ашылмаған Данос бірақ ашылды. Неге? Оған ол маймылдары қызық емес. Серікжан қудаланбады деу қызық болды. Міне. Бірақ әлі үстімде бір арыз тұр. Ол қайсы? Ол анау жаңағы Айман Омарованың қасында артында жүрген бір қара маймыл бар ғой. Ербол Дәулетбек деген маймыл. Ол жаңағы бір әдемі сұлу маймылдың қасында бір әдемі сұлу көзі кірпігі 2 метр жаңағы көзін бүйтіп ашып ұлттық арнада бүйтіп сөйлейтін, Фейсбугінде жаңағы антикоррупциялық бірдеңе айтатын, кірпігі 2 метр, өзі 50-ден асқанменен әлі 15-те гормоны тасып тұрған 18-де қыз құсап жаңағы майысып сөйлегенде жаңа тахаратың бұзылып кете жаздайтын, діннен безіп кете жаздайтын, жаңа майысып сөйлеп өз шоу көріп тұрсың ба, саяси көріп тұрсың ба білмей қалатын. Серікжан мен Сайрагүлдің жаңағы сотынан кейін барып мағасы артып, жаңағы Тоқаевтың қолынан 2 метр гүл алатын, сосын өзін саудалап ұлттық кеңеске кіріп кеткен жаңағы әдемі бір ұрғашы маймыл бар, оның артынан ерген сілекей шұбырып жүрген бір еркек маймыл бар, Ербол Дәулетбек деген. Міне сол жазған арыз бар. Міне көрдіңіз ба? Ал енді. Сөйтіп жаңа 4 маймыл ашылып қалды. Ал ең сұмдық ашылып қалған кім болды? 19 жылы ашылу басталды. 19 жылы Америка мен Еуропа қысқанда, осығанға дейін Совет одағынан бері бет ашылмай келген Мұхтар Шаханов ашылды ғой. Мұхтар Шаханов ашылды міне. Неге? Ол кезде де анау Совет кезінен ауылда Чымкентте депутат болған. Совет кезінде Москвада депутат болды. Москвада депутат болатын адам кім ол? Кім Москвада депутат болады? Ол Совет коммунистік партиясына жаққан адам депутат болады. Бір ауыз сөздің жартысын сен компартияға қарсы күдік келтіріп айтып көрші. Бітті, мәңгі бақи сен Шымкентіңнен аттап баспайсың. Яғни Советке әбден жаққан, Советке ұнаған. Сөйтіп Совет одағының депутаты болып Москвада жүрген 1986 жылы 16-17 желтоқсанда қазақтар желтоқсан алаңында Алматыда қынадай қырылып жатқанда Москвада қалаулайым деп жыргешін өткізген орыс компартиясының, Совет компартиясының сүйікті құлы, сүйкімді құлы, аяулы депутаты, таңдаулы мансаптысы болған адам. Қазақстанның халық қаһарманы атағынан бас тартқаныңызды естуіміз бар. Бұның сыры неден? Менің қарапайым ұстанымым бар. Отан біздің ең үлкен анамыз. Әркім өз анасына сіңірген еңбек үшін мақтаудан төгірек. Бірақ отан да өзінің дараланған перзенттерін марапаттап отыру шарт. Оған ешкім қарсы емес. Сондықтан мен Қазақстаннан алатын сыйлықтардан бәрінен бас тарттым. Еліміздің ең жоғары марапаты Мұхтар Шахановқа да бұйырды, Ұлытаудың төрінде. Оның шығармашылық еңбегі қандай құрметке де лайықты. Бұл кісі өте шыншыл, адал, ұлтжанды адам. Мен бүгін Мұхтар Шахановқа Қазақстанның еңбек ері атағын беру туралы жарлыққа қол қойдым. Еліміздің ең жоғары марапатын ақынға ұлт ұясы Ұлытаудың төрінде тапсырғанды жөн көрдім. Ал бірақ халықаралық сыйлықтарды аламын. 25-ке жуық елдер мен өздерінің әртүрлі сыйлықтармен марапаттады. Мен пәленбай елдердің
ғылым докторымын, академигімін, профессорымын, одан да басқа үлкен атақтардың иегерімін. Жергешін өткізіп жатты. Қасен Қожахмет ағамыздың бір сөзі бар. 1986 жылы желтоқсанды бастаған, ұйымдастырған кісілер солар. Ал ол кісінің бір ажуасы бар. 89 жылы Шаханов Мәскеуде желтоқсанды айтпағанда 86 жылы біз ұйымдастырмайтын бедік дейді ғой. Ажуасын қараңызшы. 89 жылы Шаханов айтпағанда 86 жылы біз ұйымдастырмас бедік дейді. Міне. Айту 89, ұйымдастыру 86, қан төгу 86, ашыққа шығу 89. Ал сол кездегі донос, Арон Атабекке қатысты донос, басқа да қалған Жаңаөзендегі сотталушыларға қарсы донос, керек десең Тоқаев таққа шығатын кезде Тоқаевқа берілетін жаңағы ашық қолдау. Бұның бәрі ашыққа шықпай халықтың қалаулысы болады. Ешқандай ақынның Қытайда концерт өтпейді, соныкі өтеді. Ешқандай ақынның кітабы Қытайшада аударылып, Шанхайда кітап көргізбес өтпейді, оныкі өтеді. Ешқандай ақын Қытайдың Үрімжі, Құлжа, Алтай, Тарбағатай қаласына, Шәуішек қаласына барып жергешін өткізе алмайды, ол өткізе алады. Ешқандай ақын Қытайдан кітабы жүлде алмайды. Ешқандай Қазақстаннан бір ақын, бір жазушы, мыңдаған ақын ешкім барып, Үрімшіде өтетін Еуразиялық экспоға бармайды, ол барады. Ешқандай қазақстандық ақыннан не жазушыдан Қытайдың мемлекеттік жаңағы медиасы, Тяньшан медиасы сұхбат алмайды, одан алады. Ал Қазақстан жазушылары мен ақындардың ішінде кім тәуелсіз Қазақстанның киімбісіне ұнап шетелде елші болып өмір сүрді, шайқап тұрып. Біздегі билік жүйесіне аямай, аңдаусызда кіріп қалған бір адам бар ма? Сен ойлашы, біздегі билік жүйесі тастай қатты, Жигулиге артық бір бент бұрала ма? Бұралмайды. Соған қандай адам кіреді? Таңдалған, сұрыпталған, барлық екшеуден өткен, фильтрден өткен, жаңа тәрбиеленген, жаңағындан сәбеттен бері доносы бар адам кіреді. Ол кім? Сол Шахан. Шаханның кім екенін жаңа Мұхаң айтып қойды. Мұхтар Мағауин айтып қойды. Мұхтар Мағауин. Мен айтқан жоқпын. Ал сөйтті де 2019-да ең алғаш Серікжанды 6 ай үйқамақта қамағаннан кейін, барымталап алып кеткеннен кейін енді қайтты. Батыстан қысым ол тұр. Мына жақтан Қытай қысып тұр. Енді қайтеді. Серікжанды соттайын десе, миллиардтар үгейді. Әзімбай Қали айтып қойды оны. Мен айтқан жоқпын. Әзімбай соттамайын десе, Қытай қысып тұр. Не істейді? Қазақ өзінің қазақ амалына барды. Батыспен, яғни Америка мен Еуропаның ортасынан және Қытайдың ортасынан жол тапты. Сөйтіп Қытайға міне соттадым деп қағазын көрсетті. Болды, енді соттады, бұдан кейін ауыздықтап бұны жаңағы мансап береміз деді, жаңағы ақша береміз деді, жаңағы анау бір қорды басқарасың деді, имам бол деді, ақ бол деді, көк бол деді, бәріне тойтарыс бердік. Қайта айналып ата жұртта еден жуушы боламыз, аудармашы боламыз дедік, ал керек десең. Неге? Бізге ақша қызық емес, бізге мансапта қызық емес, бізге жіпте қызық емес. Нәпсімізге ерсек біз, ол өкіметтен алатын ақша жіп емес, өзімнің бұдан бұрынғы жиған тергенімде байлығымда жететін еді ғой, 4 тоқал алып па, 10 тоқал алып, 15 көңілдес алып, бәріне бір коттедж соғып, шайқап жүріп өмір сүруге жететін еді ғой менің жағдайым. Ал соларға нәпсін ерсем, солардың жаңағы бір қорын басқарып, 100 миллиондаған теңгесін оңды солды шашып, 19-20-да қыздарды қижапсыз бар тоқалдан тоқал қып алып, өмір сүрсем жетер еді ғой. Болды, қалқым айналайын, енді елді аман жұрт тыныш болсын, енді Қытайдың қазақ мәселесін көтердік қой бір жерге дейін. Енді соны тағы жалғасты көтереміз ғой, енді деп өстеп, әдемі сөйлеп, ұлттық арнада шығып, 31-де ктк-да шығып, өтірік маймылдар партиясынан бір партия құрып, депутат болып отырсам жаман ба маған? Бірақ 3 миллион қазақ әлі қорлықта жатыр, 3 миллион мұсылман түрмеде жатыр. Маған жаңағы тоқал-соқалыңда, жибіңде, коттеджіңде, анау-мынау қызық емес, маған осы тақырыпты көтеру керек болды. Енді қайтты. 2020-ның қаңтарынан бастаған енді жаңа 4 маймылды тағалып шықты. Анау ұрғашы маймыл мен еркек маймылды біріктіріп тағы да тіркеп берді, бізді шығарғаннан кейін. Міне, 2019-да сол ең бірінші доносшының өзі Шахановтың бетпердесі ашылып қалды. Сіздің сотталғаныңызды, демек 7 жылға кеткеніңізді, немесе одан жоғары жылға Мұхтар ағамыз қалап отыр, Егер ол қаламаса, соттағы ең соңғы куәгерлікке ол қалай барады? Түсінікті. Сіз 10 жылды арқалап кеткеніңізде, Темірторда жатқанда, Мұхтар ағамызға қандай бір назыңыз болар еді, айтады?
ол кісінің іші қимаймын әлі. Әлі қимайсыз. Кейде көзіме жас келеді. Қазір де жас келіп отыр ғой. Жас келіп отыр. Неге? Бір жылайын деп отырсыз қазір. Ол кісінің іші арандатты деп ойлаймын. Тіпті ертең ол кісі енді кетеді ғой. Кім ерте кетеді? Біз кетерміз. Мысалы, не ол кісі кетеді? Бәріміз кетеміз ғой бүтін ертең. Ертеңгі қазақтың баласына бір сол кісі бір керемет ұлтты жалынды өлеңдерімен, анау шоу сияқты бүкіл халыққа алқаған керемет сондай бір қазақтың ұлттық рухымен тіл үшін күрескен, ерлікті, батырлықты дәріптеген рухымен сол күйі қалып қалсашы. Мен болашақ ұрпақ ой жаңа эраның 19-20 жыл қазақтың сиқы осы екен ғой деп айтады деп. Және ол кісінің бүкіл сондай бір ерлікке, батырлыққа толы өмірінде жығылмайтын жерден жығылып, сүрінбейтін жерден сүрініп, бүкіл адамзат, бүкіл Еуропа, бүкіл демократиялық әлем, бүкіл Америка қарсы тұрған Қытай фашизміне қарсы күрескен Серікжан Біләшұлын соттатуға куәгер болған үшін мен ол кісіні қатты қимаймын сондай жамандыққа. Енді камераға қаншалықты көрініп отқанын білмеймін, бірақ менің өзіме қазір көзіңіз кәдімгідей анау бір боталардың көздері боздайды ғой, дәл сондай. Бір әрең отсыз. Ішіңізде бір айтатын бір айтып, не болса да бір айтып кетейінші бір. Сондай бір көзіңізге бір енді міне. Бір-екі сөз айтсам қазір мөлдеп жылайын деп отсыз. Мен екі түрлі жағдайда жыладым. Бірі Қытайда нақақ сотталған қазақтардың осы бала-шағасы келіп қасыма келіп арыз береді. Мен соны ағылшын тіліне, қытай тіліне, тағы басқа шетел тілдерін аударамын. Сонда не бір сұмдық оқиғаларды естисің. Оның бәрі міне ютубте тұр. Әлемдегі ақпаратқа кетті. Сосын екінші мәрте мына өзім 7 жылға сотталып шыққаннан кейін 2020 жылдың жаңа жылынан бастап қайта іске кірістік. Сол кезде мына әлемдік қауіптастыққа құпия дерек беретін методиканы ойлап таптық. Себебі лагерден шыққан көптеген қазақтар ашыққа шыққаннан қорқады. Қытайда бала-шағасы бар. Бірақ олар бізге құпия сұхбат беріп, біз сөйтіп оны Америкадан келген және Еуропадан келген жаңағы құзырлы мекемелердің зерттеушілермен кезіктірдік. Олар ақпарат емес. Оларға тек факті керек болды, ақпарат қылып жарияламайды. Бізге мәселе бұл істің адамзатта шешілуі ғана керек. Сол кезде соны аударып отырып, еңірейсің. Не бір сойқан, біздің жарияланған дүниелер оның қасында жай нәрсе. Сол кезде жылайсың. Қазағыңға жаның ашып, еңіреп, қорлық көрген қыздар, Қытайдың өктемдігі, қорлығы, әшейін басын шауып өлтіре салған одан әлдеқайда жеңілді. Өктемді қорлық істетіп, мәжбүрлетіп сөйтіп отырған қазақтарды біріне бір қарсы айдап салған сықырданың қайнап, амал жоқ қолыңда, ештеңең жоқ, мүмкіндігің жоқ. Отырасың сол кез. Екіншісі, мен ғана емес, менің туыстарым, менің інілерім. Менің ең қысқасы, ең кенже інім Қытай тілінде оқыған. Ол 11-ді бітіргенше қазақша дұрыс сөйлем жасалмайтын. Сол Шахановтың өлеңін жаттады ғой. Сол Шахановтың жаңа отырар туралы дастарын жаттады. Ерлік, батырлық. Сол сөйтіп жүріп қазақша болды. Сол сөйтіп жүріп Қазақстанға келді. Сол қазақша білім алып қазір тастан бізден сенен ары бер емес қазақ. Біз қалай жақсы көрдік Шахановты. Қытай қазақтарына қысым күшейді. 新疆伊犁峨敏县一名哈萨克族人透露，当地公安在11月上旬约抓捕了500名哈萨克族人。
Тек сонда ғана азаттықтың ақ таңы жамырап қалдыңнан атар. Қансыраған жерімді қалың жабылып тазартып, Алла тағала қазағымның шаңырағын мәңгі биік қылсын. Сұрағанда әкем, атам, екі ағам Қытайдар қамап тастады. Күн әлемнен шешімді әкем бермегенін сұраймын. Шешемді қатты сағындым. Медетің Тәңірдің киесі көкбөрі мәңгі желіп жебесін. Сіздерден көмек сұраймын, әкемді әкемдеріңізді. Санып намыспен менің босанып, жауларын жайпап жусатып, ай арлан боп жолда да бұлғырғанып, жақсыдан үнсіз сұртанып, жүзінен жүрір нұр тамып, семсерін кесіп сертіңді, мүсірін басып өртіңді, кім ұғар ішкен ертіңді, ай қоздаған отына күйіп намыстың, жақпенен жалғыз алыстың, қапығаттан зар құштың, ай боздаған. Қазақстан бойынша біздің есептеуімізде 500-ден артық қазақтың баласы, оның көбі Қазақстан Республикасының азаматтығын алған. Осы балалар қазір тірі жетім болмады. Кейбіреулерінің әкелері, кейбіреу шешелері Қытайда жазықсыз қамалып. Тәңірдің киесі көкбөрі мәңгі желіп жебесін. Еңіреберлер тусанып, намыспен менің босанып, жауларын жайпап жусатып, ай арлан боп жолда да бұлғырғанып, жақсыдан үнсіз сұртанып, жүзінен жүрір нұр тамып, семсерін кесіп сертіңді, мүсірін басып өртіңді, кім ұғар ішкен ертіңді, ай қоздаған отына күйіп намыстың, жақпенен жалғыз алыстың, қапығаттан зар құштың, ай боздаған. Көтеріп шөгін елінің оңын өткен арылдар, рухың мәңгі лаулаған оттай өшпес жалында. Бұл далада жеті атамның қураған сүйегі жатыр. Естеріңде болсын, кім көрінгенге таптатпай. Кітап оқу төмендеп кетті. Жұрттың көпшілігі кітап оқымайтын болды. Міне осы мәселе туралы мен өзімнің ойларымды айттым. Сондықтан мынандай жиындардың көп болғаны дұрыс, өйткені жұртқа ой салу керек.
Ал енді жұрт мынау рухани адамды рухани байлықтан ажыратсаң, оның малдан айырмашылығы не? Тіпті малдың өзінің өзі қасиеттері бар. Адам өзінің басты құндылықтарынан айырылғаннан кейін оның құны не болады? Міне осы мәселе әр кезде алда тұру керек. Жаңағы бүгінгі жиын сәл де болса осы мәселе төңірегінде бәрімізге ошалды. Жолыма тұрдың ба, болды, аямаймын. Тау келсе сүземін, тас келсе шайнаймын. Маған тек ұлттық мүдде керек. Ұлттық мүдде жолында мен бір қарынан шығып, бір емшеген сенде, сен менің ұлттық мүддемде, сен маған қарсы болдың ба, бітті, жыртамын, айырамын, жаңа шамам жеткенше құртуға тырысамын. Мен Қытаймен алыстым, бітті, жолымда тұрма. Қытаймен алыстым, болды, жолымда тұрма. Қазақта Қытайдың экспансиясын қарсы тұрдым, жолында тұрма. Бұл жолда сен менің жет әкем болсаң да, мен сені танымаймын. Маған ұлттық мүдде керек, ұлттық намыс керек. Азаттық неге сұхбат алмайды? Нұр азаттық. Нұр азаттық неге сұхбат алмайды? Себебі азаттық, нұр азаттық. Ол Американың конгресі қаржыландырады, бірақ олар кімді нетеді? Олар 30 жыл бойы дос көшімнен сұхбат алады, аппан сияғып суреттейді. Олар қосанып, аппан сияғып 30 жыл бойы сахнасынан қосаныпты түсірмейді. Олар жаңағы Тайжан, Майжандарды, Расул Жұмалыдарды алып шығып сахнасында көрсетеді. Бірақ солар шынайы ұлтшыл ата жұрттың азаматтарын шақырып бір рет сұхбат жасады ма, сағат-сағаттап? Бір рет жасады ма? Жоқ. Өтірік алады да сендер дауласың. Біздің ішкі дауымыз миллионшы мәселе. Ана Қытай тақырып, ана консулдың алдындағы апалар шақырып, Қазақстанның интеллигент зиялысын, саясаттанушысы бар, қоғамдағы бір тұлғалар шақырып, бүгін мына апаны шақырып, ертең ана әпкемізді шақырып, одан Байболатты шақырып, ол күні бір баласы Қытайда нақақ жоғалған шақырып, бір күні күйеуінен айырылған әйел шақырып, соны күні түні мысалы зарлатуға болады ғой? Жоқ. Ең қарапайымы бүкіл Гүлзира сияқты тұлғаларды бүкіл әлемге, Тұрсынай Зияуды сияқты бүкіл әлемге біз шулатып, бүкіл ағылшын тілді ақпарат жазып, ең соңында ана Африканың ормандағы ағылшын тілді мемлекеттер. Қаралар бірақ ағылшын тілді мемлекеттер. Жаңа Зеландияның балықшылары оқитын газеттерге дейін жазып болғанда бар, Азаттық звондайды ғой. Тұрсынай Зияудың нөмірін берші, Гүлзира деген қыз бар екен ғой деп отырады. Міне, жазбайды олар. Серікжаннан интервью алмайды, Серікжаннан сұхбат алып жарияламайды. Мен қолымда тұр, жуырда жариялаймын, олар жарияламаса. Сұхбатым тұр. Қаржы қайдан келеді дейді. Маған айтады, сен Америкада бәленай жүрсің, қаржы қайдан келеді дейді. Ол киембідің сұрағы ғой, киембі сөйтеді. Сен менің көтерген тақырыбымды сұрасаңшы. Қытайда қазақ не болып жатыр? Сен енді жаңа Қытайдағы мынау мәселе шешілетіндей ыңғай бар ма? Ақсарайдағылардың ойы қалай деген сұрақ құрамайсың ба? Қаржы қайдан келеді дейді ғой, маған айтады. Ол киембінің күні түні жатса тұрсам, мынау Серікжанның қалтасын тексеріп, Серікжанды қайтсем, жаңағы ашып қоям, Серікжанды қайтсем елден жаңағы ауашалайым, ешкім Серікжанға жоламайтын, көмектеспейтін қылсам деп, күні түні армандайтын киембінің сұрағын маған Нұр азаттық қояды. Нұр азаттық міне қазір Тайжанды 24 сағат көрсетеді. Тайжанды аппас сияғып, бүкіл Еуропа мен Американы алдамақшы, Тайжанды көрсету керек. Тағы да анау маймыл қалың өтірік аппасия бар, соны білмей тұр ма? Біліп тұр, тапсырма орындап тұр. Американың ақшасын алады, өздері Қазақстанның азаматы, өздері бопсаланған, өздері сындырылған, мансаппен қатыны, інісі, балдызы анау мынау сындырылған. Сөйтіп сындырылғанда қайткен, енді тура кәдімгі 31 КТК-дан не айырмасы бар? 31-ден Евразиядан, КТК-дан не айырмасы бар? Өтірік аппасияны өңкөй маймылдарды көрсетеді. Мысалы, әрине, жалынып жалпайып, ауыт қайтып жүрбе, ауыт айтшы, ана Қасым Аманжанға айтшы, анау, ана апаларды ұрыпты, теуіпті ойбай. Ойбай ана кімдерді Байболат сотты өлтірем депті, ойбай Байболатқа штраф салыпты, міне екінші мәрте салыпты деп, жаз деп жүрсің жазбайды ғой. Міне. Неге? Олар ана маймылдарды көрсету керек. Маймылдарды. Болды. Бұл сондықтан ол Нұр азаттық. Енді сол Нұр азаттық шақанттан бітеп барып, мысалы жаңағы анау $1 миллион
микрофонын алып барып, ана 10 миллион долларға алған камерасын алып барып, бүйтіп 10 тонналық көтендерін қозғап, жаңағы 20 тонналық еріндерін ашып отырып, құрметті ұлы тұлға, адамзаттың жаңағы алыбы, жер шарын жаңағы әмірменен тыныс алумен жер шарында жел пайда қылып, бір жерінің желіменен теңіздерде толқын тудыратын керемет ұлы тұлға, сіздің барлығыңыздан күн шығып, күн батып жатыр. Енді сіз айта қойыңыз, жаңа Сұмырай Серікжан дегенді неге арыз жаздыңыз? Бұл бірінші сұрақ. Неге сотта куәгер болдыңыз? Бұл екінші сұрақ. Сіз осы барыстарда қандай ойладыңыз деген бір сұрақ қоя алмай отыр ғой. Неге? Себебі бәрі бір ғой, қожайындар киембі ғой, бәрі НКВД, КГБ ғой, қоя алмайды. Бір қазақстандық журналист барып, шақанып, олар сылтауына ойбай шақанып алжыпты, білмейді, оның айналасында бір сары қатыны бар, көк қатыны бар, ана Құдияр Біләлі бар, марқұм Қуандық Шамахай айтушы еді, жаңағы Шахановтан басқа ақын жоқ, Құдияр Біләл оның елшісі деп айтатын. Шахановтан басқа ақын жоқ, Құдияр Біләл оның елшісі дейтін. Құдияр дейтін анау зікіршіма бір бәле, сопыма, ұша деген ол кісі, Ерастанан банкрот қып өз ұша деген бүйтіп отырып, Түркістанда пайда болады екен. Соны дұр оқып алып, Алматыда ба өлең жазып отырады екен, Шақановпен чай ішкеннен сосын Астанаға бар депутаттарға, КГБ-ға отчет беріп, бүйтіп отырады екен, Шымкентте пайда болады екен. Ұша деген ол кісі өзінің айтуында. Чех па, бір бәле болып кетіпті. Анау 6 категория бар ғой, тариқат, мағрифат, немене бірдеңке пат дейтін паттарының соны 6-шы категориясына шығыпты деп айтады дейді. Баяғыда бір аудиосы тарап жүрген, менде чех, не деуші? Пір, чех деймін ол, пір болам деп. Жарайды, ұша берсінші олардың, мен сол кеңістік таласпаймын ғой, лицензияны да бермеймін. Мен неге соттайды, мен албаты шыр-шыр етіп, анау Қытайдың экспансиясына қарсы тұрып жүрмін, Қазақстан үшін алғанда. Қытайда қазақтардың құқын қорғап жүрмін, адамдық құқын. Енді соны бір журналист барып сұхбат ала алмай отыр ғой. Бір Қазақстан дейтін республикадан бір журналист барып, ей, айналайын ұлы тұлға, жаңа көтені алтын, көмей күміс, бір жаңа керемет тұлға, осы сіз деген тұлғасыз тура. Енді Құдай емессіз, бірақ Құдайдан былай емессіз, бірақ айтыңызшы деп тұр. Бір сұрақ сұрай алмай отыр ғой. Неге? Неге үнсіз отыр? Өткендегі өтірік өлең туралы анау Сұмырай, сүмелек бір жаңағы біреу бар ғой, ана кім еді? Құрал деген бір Сұмырай бар, атын ұмытып қалам сол өзі. Өзі сайда саны құмда ізі жоқ, айтып ойы жоқ, өзі былжырап өмірден түк бір несі жоқ, өтірік фейк киімбінің жаңағы әбден ұрып жаңағы ана Сейфуллиндағы жезөкшелер болады ғой, әбден жаңағы тас талқаны шығып спид болып, жаңа туберкулез болып, ана ауру болып, жаңа сифилис болып, тас талқаны шығып, жаңа түрден тұр қалмаған анаша шегіп кеткен бір әбден жаңағы салдақының салдақысы жезөкше болады ғой, Құрал Сейітхан деген сол, Құрал Сейітхан оны киембі деген алайды ұрды, анағанда жала жатқызды, мынағанда жала жатқызды, Әбілязовқа да жатқызды, Серікжанға да жала жатқызды. Қазір ол ешкімге керек емес, оны тек Омарәлі Әділбек қана керек қып, басынан сипап айналайын тұлға деп отыр. О киембіде оған төлемейтін болған. Қазір көшеде жаңағы иесіз қалған ит құсап қыңсылап қалды ол. Сол барып сұрады ғой, сіз өстіп кешірім сұраған өлең жазды дегенде анау әулие барып айтты ғой, бүйтіп иығын бүйтіп жаңағы жыны уған бақ соғысап бүйтіп, жаңағы бірдеңеде бірдеңке, немене жаңағы бірдеңкеде колбаса, бірдеңкеде далбаса деп өлеңін айтып кетті ғой, міне. Жаттанды өлеңдерім. Болды. Интеллектуалдық ештеңкесі жоқ, бір несі жоқ. Мағауиннан садаға кеткірлер ғой. Мағауиннан, Мұхтар Мағауиннан садаға кететіндер, тырнағына тұрмайтындар. Жаңа өтірік айғайшы, байбайшылар. Ал енді сонда біреусі бар. Неге сен жарайды, мақұл өлеңін сөйлеуің жарайды. Арзан миллион өлеңінің біреусі. Неге арыз жаздың деп сұрасыншы? Айта алмайды. Ал енді қара, ең сөзімнің төшкесін айтамын. Төшкесін. Арыз жазбадым деп ол кісі ақтала алмайды. Ақтала алмайды. Арыз жазбадым десе, Серікжан Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетін сотқа береді. Сендер арыз жазбаған адамды арыз жазды деп, куәгер болмаған адамды сотта куәгер деп мені 7 жылға соттадым деп. Мен сотталған адаммын, 7 жылға сотталған адам. Сонымен Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті және оның төрағасы Кәрім Мәсімов қылмысты болады. Яғни олар жауапты болған адамдар, ұлттық қауіпсіздік комитеті арыз жазбаған Шахановты арыз жазды деп, ол куәгер болмаймын десе де куәгер қылғандығы үшін Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті және оның лауазымды тұлғалары халықаралық сотқа тартылады. Сондықтан Шаханов мен арыз жазбадым, куәгер болмадым деп айта алмайды. Ал мен арыз жаздым, мен және Серікжан 7 жыл сотталуда куәгер болдым деп оны да айта алмайды.
Себебі халық бетіне түкіреді, қазақ бетіне түкіреді. Серікжан анауымнан қыз зорлаған жоқпын, ешкімнің қатынның қойнынан шыққан жоқпын, өз қатынымнан басқа қатынға қарамаймын да, жоламаймын да, қаншама тоқал келсе де жоламаймын, кембі жіберді, Қытай жіберді деп, ешкімнің қақысын аттаған жоқпын. Мен тек семсер қылыш құсап, тура жолыма тұрдың ба, болды, аямаймын. Тау келсе сүзем, тас келсе шайнаймын. Маған тек ұлттық мүдде керек. Ұлттық мүдде жолында мен бір қарынан шығып, бір емшеген сенде, сен менің ұлттық мүддемде, сен маған қарсы болдың ба, бітті, жыртамын, айырамын, жаңа шамам жеткенше құртуға тырысамын. Мен Қытаймен алыстым, бітті, жолымда тұрма. Қытаймен алыстым, болды, жолымда тұрма. Қазақта Қытайдың экспансиясын қарсы тұрдым, жолымда тұрма. Бұл жолда сен менің жетекем болсаң да, мен сені танымаймын. Маған ұлттық мүдде керек, ұлттық намыс керек. Ал енді сонымен Шаханов не арыз жаздым деп айта алмайды, қазақ бетіне түкіреді. Не арыз жазбадым деп айта алмайды, себебі арыз жазбадым десе мен халықаралық сотқа Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетін сотқа бере салам. Шетелдегі Қазақстанның елшіліктерін сотқа бере салам. Қазақстан үкіметі ресми түрде жауап берсін деп талап қылам. Содан Қазақстанның үкіметі қайтеді, Шахановтың арыз жазғаны үшін қолы шын, міне видеосы, міне қол жазбасы деп олар өздерін ақтау үшін Шахановты сатады. Сонымен бейшара Шаханов қайтып отыр, жаздым деп те айта алмай, жазбадым деп те айта алмай, өтірік алжыған болып отыр, баяғы өтіріктен алжып, баяғы журналистер келсе ойпыл-тойпыл сөйлеп. Оған ана нұр тілшілер, Нұр Азаттықтың нұр тілшілері, немесе тағы басқа да қалың нұр тілшілер қайтеді, олар қайтады, барма жазбайсың дейді. Неге? Бұл өте кілтең тақырып, өте қиын. Бұлай тартса өгіз өледі, бұлай тартса арба сынады. Алай істесе де болмайды, бұлай істесе де болмайды.